Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Бүгін бізде адам табиғаттың ажырамас бөлігі. Табиғат тіршіліктің құт-берекесі атты биология, химия, география бірлестігі мүмкіндігінің жабылуы. Табиғаттың құпиясы тұңғиық, көз жетпейтін мұнарасы тым биік. Білген сайын сырын оның жүреміз, жүректерге өшпес жалын нұр құйып. Табиғаттың қадірлеп қасиетін, әдірлікке әрқашан бас иетін, атаңнан мал қалғанша тал қалсын деп, халқың айтқан орында өсиетін. Табиғатым, тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік-биік тауларыңа қарасам, алшаң басып түзеледі жүрісім. Сенсің менің тазалығым, тұнығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен ба жерде жұртынады көңілге, сен бар кезде құлшынамын өмірге. О адамзат, аялашы, қорғашы, өзің туып, өзің өскен ортаны. Келе жатыр талай сәби өмірге, ең болмаса соның жайын ойлашы. Химияны оқу парыз әркімге, оқиды оны барлық елде әр тілде. Химияны оқыңдар әр бөлімін, кездесер ол аударынан әр күнде. Химияны оқиық біз көңілмен, кездесер ол күнделікті өмірден. Ақылымыз химияны біліңдер, тап болар ол әр жерден, әр өңірден. География әлемі қызық әрі тартымды, өз сырымен география қызықтырар әркімді. Оқысаңдар ғылымға сендер көз ашып, танисыңдар табиғаттың ғажабын. Онкүндік барысында көптеген ашық сабақтар мен сыныптан тыс жұмыстар жүргізілді. Шаяхметова Әлия Мұратовна 8-ғы сыныбына ашық сабақ өткізді. Ашық сабақ барысында Аманошвилидің ойын арқылы оқыту, Давидовтың дамыта оқыту, оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлау технологияларын, элементтерін ізгілендіру педагогикасымен ұштастыра өткізілді. Оқу тапсырмасын орындау кезде бәсекеге қабілетті бола білу құндылықтары дамытылды. Сатаева Эльмира апай 10-шы А сыныбына кешенді географиялық және тарихи географиялық аудандастыру тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақта оқушылардың сыни көзқарастарын дамыту басты назарда болды. Себебі аудандастырудың өзіндік моделін ұсыну оқушылардың критериалды бағалаудағы жинақтау, бағалау деңгейін, яғни шығармашылық қабілетін арттыруға көмектесті. Касабаева Назипа Мұқашевна жас ғалым 2021 ғылыми конференция өткізді. Конференцияға 7-10 сынып оқушылары арасында зерттелген нысандар бойынша оқушылардың пәнге қызығушылықтарын қалыптастыру мақсатында өткізілді. Теориялық білімді практикада пайдалана білу мақсатында 10В сыныбы мен мектепте тәжірибе жүргізе отырып телевидениеге түсті. Рүстемова Мөлдір Сапаровна 11А сыныбына дүниежүзін аймақтарға аудандастырудың қағидаттары мен сызбалары атты ашық сабақ жүргізді. Сабақта балалардың ойлау, шығармашылық қасиеттерін топпен жұмыс жасай отырып дамытты. Картамен жұмыс жасалды. Молдосова Гүлмерке Жақсыбекқызы 10В сыныбына мидың құрылысы мен қызметі тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақ барысында үй тапсырмасын Quiz.com сұрақ-жауап платформасы арқылы бекітіп алды. Содан соң балалардың қиялын ұштау, жаңа тақырыпты ашу үшін жұмбақ қойылды және тақырып бойынша видео көрсетілді. Келесі кезекте балалар топқа бөліп тапсырмалар беріп шығармашылық қабілеттерін ұштады. Ауызша жұмыстар арқылы ойды реттей білу, сенімділік, дәлелдерді қолдана білу құндылықтары дамытылды. Дандыбаева Минура Ниязалиевна 7В сыныбына ашық сабақ өткізді. Сабақта оқушылар үй жұмысына белсене қатысты. Видео көрсету арқылы тақырыпты ашты. Жаңа тақырып түсіндіріліп, оқушылар сабаққа қызығушылық танытты. Топпен жұмыстар жасалынды. Жапатова Әсел Нұрланқызы 5-кі сыныбына ашық сабақ жүргізді. Сабақта көрнекілік және иллюстрациялық әдісті пайдаланды. Оқушының белсенділігі мен өз бетінше әрекет етуін жоғарылату мақсатында дидактикалық негізгі функцияны проблемалық ізденімпаздық іс-әрекет тәсілдерін пайдаланды. Түлкібаева Айзада 6-ғы сыныбына экожүйенің ауысымы тақырыбында ашық сабақ өткізді. Сабақ кезінде өзіне деген сенімділік, талдау жасау, ойды жинақтау, идеяларды үйлестіру, тыңдаушылармен байланыс орнату құндылықтары дамытылды. Дунбаева Зәуре 7В сыныбына ашық сабақ өткізді. Сабақта Quiz.com Learns Apps бағдарламаларында дайындалған тапсырмалар пайдалану арқылы оқушылар ойын түрінде тез әрі оңай тақырыпты меңгеріп, картадан ресурстардың таралу заңдылығын анықтау дағдыларын көрсете алды.
Келесі кезекте сыныптан тыс жұмыстарды айтайық. Біріншіден өткізілген сыныптан тыс бұл туған өлкем алтын мекенім атты сайыс сабақ болды. Ұйымдастырған Сатаева Эльмира апай мен Дунбаева Зәуре апай. Келесі кезекте құстар біздің қанатты досымыз атты құстарға ұя жасау сайысы өтті. Ұйымдастырған Дандыбаева Минура апай мен Шаяхметова Али апай болды. Содан кейін өсімдіктер көрмесі өткізілген болатын, яғни бұл 5 сыныптар арасында өткізілді. Ұйымдастырған Жапатова Әсел Нұрлан қызы болып табылады. Сайыс сабақтарының соңында оқушылар мақтау қағаздарымен марапатталды. Назарларыңызға рахмет.